Сабама түстім. Қазақ келіншегінің әңгімесі. Қазақстан арнасынан көрсетілген кешкі жаңалықта мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өз тілің бірлігі үшін, өзге тіл тірлігі үшін деген қанатты сөз айтты. Ой таразысына салсақ дұрыс-ақ, бірақ менің тілім бірлігі үшін де, тірлігі үшін де неге маңызға ие бола алмайды деген ой мазалады. Былтыр көктем айында денсаулығым сыр беріп мазам болмады. Атырау қаласына емделдім, оңала алмадым. Содан шипа іздеп Өзбекстанның бір санаториясына бардым. Негізі өзбек халқымен етене араласпасам да ішім жылымайтын еді. Менде олар туралы қате түсінік қалыптасқан, саудагер, тиын санаған, тілі майда, бас пайдасын ойлайтын халық деп есептеймін. Біз кім, олар кім? Қаңғып Қазақстанда нан тауып жүр деп әлдеқандай боламын. Өзімнің еміздеп қаңғып Өзбекстанға барып отырғаныммен шаруам жоқ. Менің айтпағым бұл емес. Айтайын дегенім өзбек халқының тіліне, салтына деген құрметіне таң қалдым. Санаторияда қазақта жатыр, орыста бар, дүнгенде бар, өзбек өз алдына. Бірақ орысша сөйлеп жүрген бір жан жоқ. Дәрігер де, медбике де таза өзбек тілінде сөйлейді. Оларға орысша айтсақ та, қазақша сөйлесек те өзбекше жауап береді. Орысша білмейді емес, сөйлемейді. Көшелерінен бір орысша жарнама көре алмадым. Оларда екі тіл деген ұғым мүлде жоқ. Екі кісілік бөлмеде өзбек әйелімен 10 күн бірге жаттым. Олмаған, мен оған таң қалумен кеттік. Күнде таңертең болатын егіде дәрігердің кезекті тексерісі кезінде мен төсегімде ұзыннан түсіп сұлап жатсам, ол басына орамалын тартып, ұзын көйлегін киіп дәрігерді тұрып қарсы алады. Дәрігерге иіліп сәлем беріп ұяла жауап береді. Бөлмеде үлкен телевизор бар, түрлі каналдары көп-ақ, бірақ тек қана өзбекше. Бір орысша канал жоқ. Өзбек әйел өзбек жаңалығын естіп, сериалдарын көріп уақытын өткізеді. Содан бір күні бір каналдан орыстың Маша Медведь мультфильмі жарқ ете қалды. Мен қуанып кеттім. Әйтеуір түсінетін бірдеңе шықтау деп. Сөйтсем, Құдай-ау, өзбектер оны да өзбекшеге аударып тастаған. Бір орысша мультфильм көрсетілмейді екен. Өзбек әйел біз тек өз тілімізде ғана көреміз деп мақсаттана жауап берді. Астымызға төселген жұқа жайманы күнде жинаған сайын өзімізден шыққан деп айтуды ұмытпайды. Үйінен жемістің түр-түр келеді, өзіміздікі дейді, өзіміз өсіреміз дейді риза кейіппен. Санаторияда берілетін айран мен сүтті де өзімізден өндірілген, өте дәмді деп есіме салып қояды. Көшедегі көліктері де Өзбекстанның өзінен шыққан. Біз өзіміздің машинамызды ғана мінеміз, өзімізде машина шығарады, қымбатына жүгірмейміз дегенде жүзі бал-бұл жанады. Әлгі менің өзбектер қу халық, пайда күнем деген ойым, өзбек халқы ұқыпты, үнемшіл халық екен ғой деген оймен алмасты. Сонымен емім аяқталып, шекараға дейін таксимен келдім. Қанша төлейін десем, өзіңіз біліңіз дейді. Таксиден түскеннен кейін де сумкамды арқалап, шекараның дәл алдына жеткізіп салды. Сол жерде иісі бұрқыраған табанан сатылып жатыр екен, тура бала кезімдегі анам жабатын табанан сияқты. Біреуін алсам бекен деп оқталып тұрғанда жаңағы таксист біреуін ала ғой деп менен бұрын қимылдады. Тура бір қимасын шығарып салып тұрғандай. Ауырмаңыз, аман жетіңіз, аман жүріңіз әпше деп қол бұлғады. Содан өзбек жерін артқа тастап өзіміздің шекараға жеткенде орыс сөзінен бірақ естідім. Шекара бекетінде қызмет етіп тұрған біздің жігіттердің біреуі Қазақстанға өткелі тұрған өзбек әйелдің сумкасын лақтырып ақтарып, шешесі деп боқтап жатқан үстінен шықтым. Кірерге тесік таппадым. Жылағым келді. Әлгі өзбектердің менсінбей тасыраңдап жүрген мінезден түк қалмаған. Неге солардың жасаған жасай алмаймыз деген ой мазалады. Өз тілдерінде сөйлеп ақ бірлігінде, тірлігінде жасап жүр. Біз кір жуатын шылапшынды енді жасап үйреніп жатқанда олар машинаның түр-түрін шығарып айдап жүр. Біз текті халықпыз, асылдың сынығымыз, бойымызда қазақтың қаны бар деп мақтанамыз, бірақ сол өзбектің тірлігін жасай алмай отырмыз. Өзге тілге әлі жалтақтаумен келеміз. Енді орыс тілін бұлай қойып, ағылшын тілінсіз бірлік жасай алмайтын дәрежеге жетіп жүрмейік. Бұрын біреулер бір жерге барып келіп, сол жердің бір кішкентай жақсылығын жасаса, қаным басыма шабатын еді. Нағыл деп отыр, онда неге сол жерге барып тұрмайды екен? Намыс жоқ қой. Намыс болса өзге елдің қаңсығын мақтайма деп, бірақ өзге елдің тірлігін көріп, оларда тіл жөнінде мәселе жоқ екенін көріп, менікі не астам су? Нағылған бітпейтін намыс, нағылған кеуде соқтық деп сабама түстім. Зәуреш Жетпісбаева, оқыған Қуат Ахметжан.